Құрметті достар, бүгінгі видео жаңадан бастап жатқан қыз-келіншектерге арналады. Қажетті құрал-жабдықтарға шолу болсын. Ең алдымен мен сіздерді формалармен таныстырайын. Формалардың түрлері әртүрлі болады. Біздің бисквиттің көлеміне, яғни жұмыртқа санына байланысты бисквитіміз үлкен немесе кішкентай болады, ал формасына байланысты жалпақ немесе жіңішке болады. Мынандай формалар литы, олар бір көлемді, көлемін өзгерте алмайсыз, түбі болмайды, түбін фольгамен жабамыз. Келесі кольцо бізде разъемное, жылжымалы. Бұл кольцо немен ыңғайлы, сіз оның жалпақтығын, жіңішкелігін өзіңіз реттей аласыз. Бұлар биік немесе аласа болады. Бұның да түбін фольгамен жабамыз. Және стандартты дүкенде дайын формалар болады. Олардың да көлемі өзгертілмейді, бір қалыпты болады. Келесі енді бисквитіңізді пісірмес бұрын сіз торттың көлемін есептеп алу керексіз. Аласа бола ма, биік бола ма, жіңішке бола ма, жалпақтау бола ма. Егер жалпақ және биік емес болса, мынандай 20 сантиметрлік кольцо жарай береді. Ал егер биік жасайым десеңіз, онда биіктеу кольцо таңдаңыз. Ал егер 6-4 жұмыртқаға пісірем десеңіздер, аласа кольцоларды алуға болады. Мына кольцо биік торттарға арналған. Келесі кезекте бізде фольга. Фольганың да бірнеше түрі болады. Қалыңдығына байланысты мендегі өте қалың. Фольгаларды өзіңіз таңдап, фикс прайстан немесе кондитерлік дүкендерден де ала аласыз. Келесі түрі міне 14 деп белгіленіп тұр. Алдындағы фольгадан жұмсақтау, бірақ былжырақ емес. Орташа қалыңдығы өте жақсы келеді екен, сондықтан осындай белгісі бар фольганы алсаңыздар жеткілікті. Фольгамен, разъемный кольцомен жұмыс істеуге қорықпаңыздар. Ол үшін фольгамызды төсеп, егер тесік кертіктері болса, оған мән беріп, бүтін жеріне қойып, осылай жақсылап жан-жағын орап қысып шығамыз. Осылай шағындап кесіп алып, жан-жағын қысып шығамыз жақсылап. Бір-екі рет жасап көргеннен кейін қолыңыз үйреніп, кольцоға да пісіруді үйреніп аласыз. Егер кольцоға пісіретін болсаңыз, ең бастысы тестаңызды құймас бұрын алдын ала противеньге қойып алыңыздар. Себебі одан кейін сіз оны орнынан көтере алмайсыз. Сондықтан фольганы қойып алғаннан кейін міндетті түрде противеньге қоямыз. Одан кейін барып қамырымызды саламыз. Егер фольгамыз жұмсақ болса, не істейміз? Онда 2 қабатта бұраймыз. Бірінші қабатын фольгамызды өлшеп алып, жан-жағын қысып шығамыз. Және екінші қабат төсеп, қай жағында аздау, сол жағын бұрып, ұзындау қалдырып, қысып шығамыз. Пергаменттің қарапайым түрі болады. Ол өте жабысқақ келеді, сондықтан оны алуға кеңес бермеймін. Келесі түрі ол промасленный, многоразовый деп те айтып жатады. Ол жабыспау үшін. Молочная девочка немесе басқа да бисквиттерді пісірген кезде қолдануға өте ыңғайлы. Рулонда келеді. Бағасы енді біраз қымбатырақ, бірақ бір рулонда алып қойсаңыздар, сізге көпке жетеді. Бисквитті кесуге арналған құралдар. Бірінші бізде пышақ, лезвиясы ұзын болады, тегіс болады, тістері өте өткір болады және сирек келген. Тістер өте жақсы кеседі. Келесі ол бізде резак, струнасы бар. Осылай 2 аяқты тік түзу, нықтыру керек, яғни бірдей болу керек. Оның струнасы осындай иреленген болғаны жақсы. Сонда ол бисквитіңізді майыстырмай, мыжымай жақсы кеседі. Бисквиттің биіктігін өзгертуге болады. Бұл жерде делениялары бар. Струнаны жылжыту арқылы өзгерте аласыз. Қытай нарығында
неше түрлі резактар болады. Мен міне бір заказ бергенім осындай болып келді. 2 струнасы бар, бірақ струналары ерексіз, тегіс. Бисквитті кесуге мүмкін емес. Сондықтан таңдағанда байқап таңдаңыздар. Резакты да пышақты да біздің дүкендерден алсаңыздар болады. Бағасы сондай қымбат емес. Мен ойымша екеуі де қажет заттар. Бір жерде пышақ керек болып жатады, бір жерде резак қажет етеді. Сондықтан екеуімен де жұмыс жасап көріңіз. Ары қарай өзіңіз таңдайсыз. Келесі ол бізде торттарды тегістеу үшін арналған заттар. Ол спатула, ұзын және қысқасы. Тегістеу бетін крем алу үшін бізге қажет. Және шпательдер. Оларда пластикалық болуы мүмкін, темір болуы мүмкін. Ең бастысы түзу, майыспаған болса болды. Өзіңізге ыңғайлысын таңдап алыңыздар. Енді мына үлкендері ол үлкен торттарға арналған. Сондықтан бастапқыда кішкентайын алсаңыздар жеткілікті. Тағы бізге қажет болатын ол пропиткаға арналған бутылочкалар. Бірақ онсыз да жұмыс істей беруге болады. Қасықпен де құюға болады. Лопаткалардың да түрлісі болғаны жақсы. Жұмсағы, қаттылауы, бірнешеуі болған өте ыңғайлы. Өйткені біреуі былғанып жатса, тосып тұрмай екіншісін ала бересіздер. Келесі бізде подложкалар. Қарапайым зат болғанымен, торттың сақталуына өте зор үлес қосатын заттардың бірі. Подложкаларымыз бізде қаттылау болғаны абзал. Жұмсағын алмаңыздар. Және осындай екі двусторонний болады, односторонний болады. Кішкене қалыңдау және тез майыспайтыны жақсы. Сонда тортыңыз сіздің нұқтырып, майысып, сынып кетпейді. Әрине, бұл көп қабатты торттарға қатысы жоқ. Бір қабатты торттарға арналған подложкалар. Осындай міне қалыңдығы болды. Салыстырмалы түрде мына подложканы көрсетейін. Өте жұқа. Бұл жай үйдегі медовиктарға, пирогтардың астарына төсеу үшін жарайды, бірақ торттың астына келмейді. Өте жұмсақ. Тортыңыз нақты нық тұрсын десеңіздер, 2 ярусты тортқа міне осындай сатиновый керек. Ол ДВП сияқты, фанера сияқты. Жұқа, бірақ өте қатты болып тұрады. Мен өзім қолданылған подложкам. Бұл подложкалар 2 ярусты торттарға жарайды. Келесі бізде елеуіштер, оларда әртүрлі болуы мүмкін. Енді оны айтпай қойса да болады, бірақ сонда көрсете кетейін. Мынандай кондитерлік арнайы. Мен оған 1 рет какао сепкеннен кейін енді оны какао үшін ғана алып қойдым, және осындай қарапайым. Мен рецептерінде байқайсыздар, маған осы өте ыңғайлы. Тағы бір қажет заттардың бірі ол поворотный столик. Бастапқыда менде осындай қарапайым пластиковый столик болды. Енді менде қазір осындай темір. Өте ыңғайлы. Екеуі де жаман емес, бірақ енді мына темірі кішкене комфортнее. Жылдам жақсы айналады. Өзіме өте ыңғайлы. Бұлай екеуі де жаман емес. Бастапқыда пластик алсаңыздар да болады. Достар, видео пайдалы болды деп ойлаймын. Қысқа нұсқа сөйлеуге тырыстым. Таңдау өздеріңізде әрине. Видеоның астына біздің қаладағы 2 дүкеннің сілтемесін қалдырамын. Келесі видеода бисквитті кесіп үйренеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.